Сәлеметсіздер ме, балалар? Қазір қазақ тілі пәні. Бүгінгі тақырып В дыбысы. Бүгінгі сабақта сіздің білетініңіз В әрпі бар сөздерді сауатты жазу. Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру. Тірек сөздер мен жоспарды пайдалана отырып, берілген тақырып бойынша мәтін құрау. Балалар, мына суреттерге қарайық. Сөздерде қай әріп жоқ? Ойланайық. Дұрыс айтасыңдар, балалар. В әрпі жоқ екен. В әрпін орнына қояйық. Автобус, велосипед, аквариум, вагон, трамвай. Өздеріңіз байқадыңыздар, балалар. В әрпі сөздің ортасында да, басында да, соңында да кездеседі екен. Енді В дыбысына қатысты ережені есте сақтайық. Яғни В дыбысы туралы нені білетінімізді айтайық. В ұяң дауыссыз дыбыс. В дыбысы сөздің барлық буынында кездеседі. Мысалға, вагон, автобус, паровоз, Асқаров. В дыбысы орыс тілінен енген сөздерде кездеседі. Ал қазір оқулығымыздағы 20-шы жаттығуға назар аударайық. Сіздерге мәтін берілген. Осы мәтінді түсініп оқиық. Велосипед сөзі желаяқ деген ұғымды білдіреді. Оның түрлері көп. Автомобильдің жүк салғышына сыйып кететін шағын немесе жиналмалы велосипедтер бар. Оларды жолаушылар өзімен бірге трамвай, автобусқа алып кіре береді. Велосипед қоршаған ортаға қауіпті емес. Велосипед тебу аяқ бұлшық еттерін жаттықтырып, сені шымыр қылады. Сондықтан оны басты көлігің ретінде таңдауың экологияның жақсаруына қосқан үлесің болып саналады. Мәтіннің не туралы екенін тапсырмаларды орындау арқылы анықтаңыздар. Мәтін бойынша бірінші тапсырма. Мәтін не туралы? Өзіңізді тексеріңіз. Жауаптың жанына белгі қойыңыз. Екінші тапсырма. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырыңыз. Өзіңізді тексеріңіз. Мысалы, мен мынандай сұрақ үлгісін ұсынамын. Велосипед сөзі қандай ұғымды білдіреді? Велосипедтің қандай түрлері бар? Велосипедтің денсаулыққа қандай пайдасы бар? Осы сияқты сұрақтарды өздеріңіз де құрастыруға болады. Мәтін мазмұнына сай болу керек. Балалар, мәтін бойынша үшінші тапсырма. Велосипед пайдалы көлік тақырыбында ауызша мәтін құрастырып көріңіз. Жоспары: қоршаған ортаға пайдалы көлік, велосипедтің адам ағзасына әсері. Тірек сөздер: велосипед, қоршаған орта, зиянды газдар, жүрек тамыр, дене бұлшық еті. Ойланайық, ауызша мәтін құрастырайық. Тірек сөздерді міндетті түрде сол мәтінде қолданамыз. Балалар, өзімізді тексерейік. Мәтін бойынша үшінші тапсырмада велосипед пайдалы көлік деген тақырыпта мәтін құрауымыз керек болған, тірек сөздер ұсынғанбыз. Ал енді қарайық, сіздердің құраған мәтіндеріңізге осы мәтін ұқсай ма? Өте жақсы. Егер сіздердің мәтіндеріңізде осы мәтін сияқты болса, сіздер мәтінді ауызша өте жақсы құрай білдіңіздер. Тамаша. Балалар, дыбыстық талдауды еске түсіріп жіберейік. Велосипед сөзіне дыбыстық талдау жасайық.
өзіңізді тексеріңіз. Менімен бірге дыбыстық талдау жасаңыз. Велосипед сөзінде 9 әріп, 9 дыбыс, 4 буын, 4 дауысты дыбыс, 5 дауыссыз дыбыс бар. В ұяң дауыссыз дыбыс, Е жіңішке дауысты дыбыс, Л үнді дауыссыз дыбыс, О жуан дауысты дыбыс, С қатаң дауыссыз дыбыс, И жіңішке дауысты дыбыс, П қатаң дауыссыз дыбыс, Е жіңішке дауысты дыбыс, Д ұяң дауыссыз дыбыс. Егер сіздің де талдауыңыз осылай болса, өте дұрыс дыбыстық талдау жасадыңыз. Балалар, өткен тақырыптарды да қайталап, есте сақтап жүрейік. Балалар, сабағымызды қорытындылайық. Өзіңізді өзіңіз бағалаңыз. Әр сөйлем бойынша мына таңбалар арқылы баға беріңіз. Я, білдім, жоқ, білмедім деген мағынаны білдіреді. В әрпі бар сөздерді сауатты жазуды үйрендіңіз бе? Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастырдыңыз ба? Тірек сөздер мен жоспарды пайдалана отырып берілген тақырып бойынша мәтін құрадыңыз ба? Ендеше, осы сұрақтарға сіз я, білдім деген таңбаны қойып шықсаңыз, онда бүгінгі сабақ мақсатына жеттіңіз. Тамаша. Ал, балалар, сіздерге жеке тапсырма беріледі. Оқулықтағы 22-ші жаттығуға назар аударып, көп нүктенің орнына тиісті әріптерді қойып, сөйлемдерді көшіріп жазыңыздар. Сол сөздердегі В дыбысын Б дыбысы бар сөздермен салыстырып, ой тұжырым жасаңыздар. Сіздерге сәттілік тілеймін. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.